Hello my dear friends, сәлем менің қымбатты достарым. Сіздермен тағы да Әсем Сұлтан. Passive voice present simple шағын қарастырамыз. Бұл істелінген іс-әрекет біреу арқылы жасалатын ағылшын тілінің шағы болып табылады. Present simple'ды біз қарапайым осы шақ екенін алдыңғы видеолардан біле жатармыз. Learn the rule ережені үйренейік. Affirmative form дегеніміз болымды сөйлемде. Ал to be етістігі және де етістіктің үшінші формасы, немесе дұрыс етістікке ed жалғануы. Ол видеоларды, бұл етістіктің формаларын алдыңғы видеодан біле жатармыз. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are болып бөлінеді. Example, I am often told such stories. Мен біраз әңгімелерді айтылдым, яғни мен естідім деген сияқты. He is given a lot of money. Оған көптеген ақша берілді. English books are read by children every evening. Әрбір кеш күні ағылшын кітаптарын балалар арқылы оқылады. Яғни кітаптың біреу арқылы оқылатынын айтылып тұр. Question form, яғни сұраулы сөйлем. I am, is, are, to be етістігі алдыға есімдіктің алдына, не болмаса зат есімнің алдына шығып кетеді. Етістіктің үшінші формасы, немесе ed қосылған етістік ешқандай өзгеріссіз қалады. Am I often told such stories? Is he given a lot of money? Negative formда болымсыз сөйлемдерде not'ты қосады екенбіз. Тек қана to be етістігіне қосамыз. I am not, he is not, are not, яғни қысқартпа түрде. Ал етістіктің үшінші формасы немесе ed қосылған етістік ешқандай өзгеріссіз қалады. Open the brackets and put the verbs in the correct form. Use present simple passive. Nice cartoon loved by everyone. Check. Nice cartoons are loved by everyone. Everybody. Milk give by cows. Яғни сүт сиыр арқылы беріледі. Ал енді чек тексеріп көрейік. Milk is given by cows. Cows milk twice a day. Сүт 2 рет беріледі. Cows are milked twice a day. Fresh fruit and vegetables sell at the supermarkets. Тексеріп көрейік. Fresh fruit and vegetables are sold at the supermarket. Сатылады. Many phone calls make every day. Күнделікті көптеген қоңыраулар жасалады. Many phone calls are made every day. Етістіктің тек қана to be етістігі және етістіктің үшінші формасы. Where is the Statue of Liberty located? Яғни Statue of Liberty бостандық статуясы қай жақта орналасқан? Where is the Statue of Liberty located? Thank you for attention. Назарларыңызға рахмет.